Ыбырай Алтынсарин. Әке мен бала. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егінен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтты. Ана тағаны балам ала жүр. Сырып қалған ескі тағады алып келейін. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Мен ұстаға ғана жебермін. Саланың бар өнерінде, балықты балық темірді, жасаймын тағы көсеуді. Соған жеткен соң, әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Gelіңіздер, әдемі көйлектен алыңыздар, келіңіздер. Мені балаңызға жарасады екен. Келіңіздер, жібек матаң көріңіздер. Келіңіздер, етектен алыңыздар. Мақал, етегім. Бәрі бар, алыңыздар. Келіңіздер, жемісінен көріңіздер. Алда өрік шаталы, шеденің шамалы. Одан біраз жер өткен соң, шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бір талай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем алып, жеп, баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң, әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тымақ қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып, аузына салды. Бітегенеден соң, және бір шие. Онан біраз өткен соң, және бір шие. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп, жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып айтты. Көрдің бе, мана тағаны жаман сынып жерден бір ғана иіліп көтеріп алға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскен аламын деп, бір еңкеудің орнына 10 еңкейдің. Бұдан бұлай есіңде болсын. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де құр қаласың.